Қайырлы күн достар, бүгін осындай сіздерге компот жасауды көрсетемін. Ол үшін жемістерді алып, салқын суға жуып аламыз жақсылап. Салқын суға жуып аламыз осылай жақсылап. Сосын банканы, менде 3 литр банкі стерилизовать етеміз, бір 15-20 минуттай. Крышкаларында стерилизовать етеміз. Сосын қайнаған суды, жаңағы жемістерді банкіге салып, қайнаған су құямыз. Сол қайнаған суды құйып қоямыз, крышкасын жауып, ол жылып тұру керек. Қолымыз банкіге жылып, банкіге қолымыз тиетіндей етіп, жылып тұру керек. Осылай. Сиропты құйып қоямыз. Сосын секер салып, жаңағы сироп жылып болғаннан кейін сиропты секерге араластырып осылай құямыз. Үш литр банкіге где-то 350 граммдай секер салдым. Ал 1 литр банкіге 200 граммдай секер салдым. Соның барлығын газге қайнатып, ерітіп секерді, осылай сироп жасаймыз. Сиропты сосын құйып, банкіге құйып, осылай құйып аламыз банкіге и жабамыз.